Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Ауыл аймақ бота тайлақ 60 аба 70 жүзде жетіп тұрып деп әңгімені әкетіп бара жатқансың ба? Қалайсыздар, жақсысыздар ма? Кешеден бастап жобамен Путиннің бір сөзі талқы болып жатыр. Енді мен ол сөзді өзім түсінбедім. Бір терминді айтты, бір төрт әріпті айтты. Одан кейін егер осы бітіп қалса не істейміз деп айтты. Біреулер айтады, мына қазіргі соғыс бітсе біз сонда не істейміз, қол қусырып отырамыз ба деген сияқты әңгімені айтты дейді. Мен өзім түсінбедім, бірақ блогерлер, Ресейдің блогерлері, Украинаның блогерлері, Беларусияның блогерлері, Америкада жүрген Беларусияның блогерлері, енді шет жақта жүрген блогерлердің, орыс тілді блогерлердің барлығы Путин соғыс бітсе не істейміз деген әңгімені айтып жатыр дейді. Енді мен бұл соғыс деген соғыстың алдында движуха жақсы, енді движуха болып жатыр. Енді движуха бітсе не істейміз деп Путин енді өзінің қол астындағы бай манаптарды, шенеуніктердің барлығын жинап алып, бір үлкен бөлменің ішінде әңгіме айтып, барлығы мәз болып күліп жатыр енді. Бірақ әскерінің жағдайы қандай болып жатыр белгісіз. Егер соғыс бітпесе не болады деген әңгіме былай болады. Соғыс бітпесе әңгіменің ашығы Ресейге оңай болмайды. Қазірдің өзінде Ресейге оңай болмай тұр. Күнде Валберіс жарылыс, бағана бір ақпарат шығып қапты. Валберіс компаниясы Қазақстаннан үлкен қойманы іздеуге кірісті деп. Қазақстаннан қойма іздеп, мүмкін Қазақстанға да өтіп Қазақстанның компаниясымыз деп кетуі де мүмкін. Сол Валберіске ұқсаған компанияларда Қазақстан же болмаса орталық Азияға кіріп кету, же болмаса Беларусияға кіріп кетуі мүмкін. Бұл не деген сөз десеңіздер, соғыс бітпесе әңгіменің ашығы Ресейдің жағдайы өте қиын болады. Одан кейін бір ақпарат шықты. Ұлыбритания мен Германия бірігіп 2000 шақырымға ұшатын, НАТОның жиналысында болған әңгімеде айтылған әңгіме екен. 2000 шақырымға ұшып дөп түсетін, мысалға 2000 шақырым деген қандай? Енді біздің жеріміздің арғы жерімен бергі шетіп 3000 шақырымның арғы жақ бергі жағы ғой. 2000 шақырым деген осы Алматыдан Таразға бір барып қайтып, екі барып, екі қайтады. Сол кезде 2000 шақырым алады мысалға. Сондай дәлдікте тиетін зымыранды істеп шығуға кірісіпті дейді. Бұл енді соғыс бітпесе, Путин айтпақшы, соғыс бітіп қалса не істейміз дейді ғой. Соғыс бітпесе сол зымырандар Ресейдің ішіне кіріп құлайды әңгіменің ашығы. Ол елге ол жобаны қаржыландыру үшін 35 миллиард доллар, қанша дейді, 14 ел бірігіп сол 2000 шақырымға дөп түсетін зымыранды істеп шығарады екен дейді. Және де Ақ үйде Зеленский ойбай жолығады. Енді мынау орысты қолдап сөйлейтін орыс тілді блогерлер айтып жатыр еді. Алдында Ираннан кетіп бара жатқан екі кемені украиндіктер атып Ресейге кетіп бара жатқан. Ол жараланып кемелері. Сол кезде Иран айтқан екен, біздің алыс қашықтыққа ұшатын зымыранымыз бар. Біз Украинаның кез келген жерін жарып жіберуге мүмкіндігіміз бар деп қоғамға оқып көрсеткен еді. Сол кезде біраз адамдар, біраз саясаткерлер, біраз сөйлейтін ағаларымыз ойланып қалған еді. Енді Зеленскийді Трамп енді аямайтын шығар енді деп, үшінші елді соғысқа кіргізіп жатқан Украинамен Ресей болып жатыр еді. Қазір Ресей мен Иран саған жабылып кетуі мүмкін деп, мүмкін әңгіме айтатын шығар деген, бірақ олай болмады. Барды соқпақша үстелде қалай айтсам екен, екеуі отырып әңгіме айтты. Ол жерде енді өте жақсы әңгіме болды. Және де мынау Патриот әуе жүйесіне қолданылатын зымыранды лицензиялауға және де өндіруге Украинаға рұқсат деп беріпті дейді. Мен ойлаймын, ол рұқсатты беріпті дегеннің өзінде Украина өндіріп отыр деп ойласақ та болады негізі. Мысалға, соғыс басталып кеткен кезде Ресей мен Украина арасында қаруды Украинаға жеткізуіміз мүмкін, осынша санаттағы қаруды беруіміз мүмкін деп айтқан әңгіме, ол мүмкін дегені ол беріп қойды, береміз дегені ол уже жетіп қойды деген сөз. Сондықтан Украина қазірдің өзінде Патриот әуе жүйесіне қолданылатын зымырандарды өздері құрап бастап атып жіберуі мүмкін. Және де қорғаныс саласында да
иық тіресіп жұмыс істейміз деп келісіпті. Әңгіменің ашығы Америка мен Украинаның арасы енді өте жақын болып тұр. Жақын бола берсін енді. Және де сол Линдси Грэмнің жаназасына барып қатысты. Ол жерде енді ел танитындардың барлығы жүр. Және де мынау Израильдің премьері Биньямин Нетаньяху жүр екен. Сол Зеленскийдің екеуінің ортасында әңгімені алыстан видеоға түсіріп біреу несін салыпты. Енді бір үлкен порталдар салған. Бірақ ана жерде түріне қарасаң екеуі бір-біріне жақсы әңгіме айтып жатқан жоқ сияқты. Биньямин Нетаньяхудың да қабағы қатулы, Зеленскийдің да қабағы қатулы. Екі адам тағы отыр. Ол енді оны танымадым мен. Ары қарап тұрған мүмкін Марко Рубио болуы мүмкін. Бері қарап тұрған түрін көрдім, бірақ ол кім, сенатор ма, мен танымайды екен. Израиль мен Украинаның басшысы екеуі қабағын түйіп тұрып сөйлеп жатыр. Мүмкін ол жерде әңгіме болып жатыр белгісіз. Және де Путин егер соғыс бітіп қалса не істейміз десе, сол Ақ үйге кетіп бара жатып, мынау аты кім еді? Зеленский Британияның жаңа премьер-министрімен жолығыпты. Ол жаңа премьер-министрдің атын әлі жаттай алмай жатырмын. Жаңа премьер-министрмен жолығып, ол екеуі ынтымақтастықты ары қарай жалғастырамыз. Бұның алдында Стармер болған, ары қарай жалғастырамыз, ойбай деп. Және де радиолокационный бір құрылғы беріпті дейді. Украинаға енді Ресейдің радиолокационный құрылғыларына қарсы өте жақсы жұмыс істейтін құрылғыларды беріпті. Енді қолдан келгенше көмектесіп жатыр ғой. Және де енді алдағы уақытта бірігіп қорғаныс саласында жұмыс істейік депті. Соғыс бітпесе, Украина мен батыс елдері қайта бірігіп қару істеп шығып, оны Ресейге атып, сынақтан өткізіп, жақсы болса өндіріп сатып, жақсы шықса тағы басқасы істеп жарып сөйтіп жүре береді деп ойлаймын. Ядролық соғысқа бармайды деп ойлаймын. Оған бару үшін де әңгіменің ашығы үлкен құйрық керек оған бару үшін. Жалпы енді сол мынау Британия жайлы бір әңгіме айтайын деп тұрмын. Сол Украина мен жаңа премьер-министр жолықты деп естідім де, сонымен Стармер кетем деп отыр еді, кетіп қалыпты ғой деп Стармер жайлы ақпарат іздедім. Стармер енді өз еркімен кетіпті. 5 жыл негізі 5 жыл отыруға премьер-министр болып отыруға болады екен, бірақ ол 2 жыл қызмет атқарған екен де. Және де 2 жыл қызмет атқарған кезде соны сайлаған партия, соны сайлаған халық, партия дұрыс жұмыс істей алмады деп халық оларға нағызын айтыпты. Соны ескеріп, мынаны қараш, халқы Стармерді ұсынған партия жұмыс жөнді істей алмай жатыр. Мысалы біздің мемлекетте де Аманат болды, тағы болды, Әділет болды, қазір Нұр Отан болды, Азаттық бет, көп қой енді, ауыл партиясы болды. Мысалы сондайлар бір кандидатураны ұсынады да, сонымен сендер жұмыс істей алмай жатырсыңдар десе, бізде не дейді? Бізде ештеңе деп айтпайды деп ойлаймын. Бірақ Британияда мынандай әңгіме болыпты. Сөйтіп халық партияға наразылығын айтқан, оны естіп мынау Стармер кеше алдың күні кешке шай ішіп жатырып жездем екеуміз әңгіме айтып, Стармердің ұяты бар екен дедім. Неге дейді? Британияның тарихында халық сондай маған өкпесін айтып жатыр деп кеткен ешқандай премьер-министр болмапты. Бірақ 10 жылда 7 премьер-министрді ауыстырған екен Британия. Халқын естіп, халқын құрметтейтін басшы. Сөйтіп өзінің әлі 3 жыл отыруға құқығы бар екен. Ол Стармер бүйтіп айтса да болады еді. Доллар көтеріліп кетті, болмаса Украина мен Ресейдің арасында соғыс біздің өмірімізге әсер етіп жатыр. Мен қолымнан келгенін істеп жатырмын деп отыра берсе болатын еді. Бірақ ол бопты, мен жұмыс істей алмасам, жұмыс істейтіндер келсін деп оны тапсырып кетті де. Жездеме бұның ұяты бар екен, бұның ұяты емес, оның иманы бар екен дейді. Алдында бір Британияда бір жүрген бауырымыз айтады да, енді Европаға барып, ойбай, дінсізденіп кетпе, үйтіп кетпе, бүйтіп кетпе деп көбісі ескертеді дейді. Бірақ дейді, діннің Құранда не жазылған, діннен не жазылған, бұл жерде барлығын сол халық істеп жатыр дейді. Кішіпейіл, барлығына күліп сөйлейді, қабағын түйіп тұрған ешкім жоқ дейді. Барлығы мен Құранда қалай жазылған, соның барлығы бұлардың өмірінде күнде болып жатыр дейді. Бұлар тек қана тілмен
ислам дінін қабылдамай тұр дейді. Егер тілмен қабылдап кетсе бұлар. Біз енді тілмен қабылдап алдық, бірақ іс жүзінде қандаймыз дейді. Біз іс жүзінде біздің еліміз қазір әділетсіз, халқымыз әділетсіз, қолынан келсе қонышына басқысы келеді. Біздің тілімізде бар, бірақ ішімізде сол ислам діні бар ма дейді. Ал ана халықтың ішінде бар дін, бірақ аты аузынан шықпай жатыр дейді. Мен ислам дінін қабылдадым деп айтпай жатыр, бірақ ішінде барлығы бар дейді. Стальмердің иманы бар екен дейді, иманды екен дейді. Біздің елде қашан сондай нәрселер болады екен, шетел көріп аң-таң болып қызығам екен. Бұны мен неғып айтып жатыр десеңіздер, алда сайлау болып жатыр. Ол жерде енді 7 партия дедім, мен қарамадым. Солар түсіп жатыр. Халық олар енді түсіп жеңілетін шығады ғой енді. Олар да сол мына Британия сияқты халықтың айтқан ести ме, халық өзінің дауысын айтып шыға ала ма, же болмаса мен жемеген қарым боғыммен піссін, менің қарным тоқ, көршім ас болса, көршім аш болсын деп қазақ отыра бере ма? Британияның өмірін қарасаң, еуропалықтармен салыстырған кезде еуропалықтардан да мықты өмір сүріп жатыр. Неге десеңіз, Қазақстаннан да мықты өмір сүріп жатыр оларша. Мынау Стармерге сын таққан халықтың өмірші біраз елден алдын өмір сүріп жатыр. Неге десеңіздер, сол мен бір группада бармын, Англияға тартылсай деген бір осы бана айтқан блогер ашқан екен, тіркеліп қойғам. Сол жерде мен бір 2 ай алдын тіркелген кезде 7000 адам бар еді. 7000 адам Британияға барып қарапайым жұмыс істегісі келіп, қарапайым жұмыс істегенде клубника тересің дейді, алма тересің, анау гүлге су құясың, же болмаса мал шаруашылығына барасың дейді. Бірақ олардың айлығы бізбен салыстырғанда қайда жер мен көктей дейді. Жер мен көктей. Енді білмедім енді. Сөйтіп біз олардың ең қарапайым жұмысына сілекейіміз ағып жатыр да. Бізде қандай қашан сондай бір дамыған елдің қатарына қосылып, қаласақ премьер-министр президентті алып, қаласақ басқасын қойып, 2 партиялар бізде енді партияға бөлініп болған, бірақ әңгіменің соңында барлығы енді болды, көндік ойбай, ессіздікті бойсұндық дейді ғой. Бірақ шетелде ондай емес дейді. Әр партияның өзінің мүддесі бар дейді. Ана партияның бір мүддесі бар дейді, мемлекетті былай дамытамыз деген. Мына партияның бір мүддесі бар, мемлекетті былай дамытамыз деген дейді. Мысалға Трамптың ала салайықшы, Трамп 2 жыл президенттік сайлауға отырды, 4 жылға негізі 4 жыл отырды да, бұл республикашылдар жеңді де парламенттік депутаттарда көбі республикашылдар болды, президентті республикашылдардан сайланды. Сөйтті да Трамптың қолында барлық билік болды. Содан кейін Американың конституция жүйесінде мынандай нәрсе бар екен. 4 жыл болып сайланса, 2 жылдан кейін депутаттық сайлау қайтадан болады, біздің тілмен айтқан кезде. Неге десе, халық егер Трамптың жұмысына риза болып істеп жатса, республикашылдар тағы қолдайды да, Трамптың жанына тағы от береді дейді. Саған мына өзіңнің партияластарыңды көп қолдап бердік, сен енді ары қарай тағы қатты жұмыс істе деп. Бірақ осы сайлауда Трамп бір жерлерде жеңіліп қалып жатыр дейді. Бұл неге десеңіздер, 2 жылда егер Американың президенті жақсы жұмыс істесе, халық тағы дұрыс біздің үмітімізді ақтады деп ары қарай дем береді де, тағы 2 жыл ол жақсы жұмыс істейді дейді. Ал бізде қандай? Бізде енді қарсы шығып жатқанын, сонда жүйе істейік деп жатқанын мен көрмедім. Мысалға бізде де сондай болсын. Бірақ әділ болсын да, біздікін енді әділ деп мен айта алмаймын. Шын, әділ өтпеді ау. Өтпеді емес, өтпеді, білмеймін енді. Әйтеуір бюллетендер ұрланып отқан, салынып отқан видеолар шығады ғой сайлаудан кейін. Біз де сондай дәрежеге қашан жетеміз? Біздің басшылар, біздің қызметкерлер қашан сондай мен дұрыс жұмыс істей алмасам орнымды тастап кетейін деп кетеді? Қашан біздің халық мысалға президент 7 жыл ма? 5 жыл дейші, 5 жылда сайланып, бір 2 жылдан кейін жұмысын халық бағалап, президентке күш беріп, же болмаса президенттің жүгенінен тартып тоқтататын дәрежеге қашан жетеміз деймін. Алда сайлау келіп жатыр енді. Уәдені төгіп жатқан шығар. Ойбай, үйте қаламыз да, бүйте қаламыз. Бізді қолдансаң сөйте қаламыз деп. Путиннен бастап
Қазақстанға дейін айтып шықтық енді. Кешке жаңалықтар шығады енді, жаңалық күнде шығып жатыр. Айттым да, тыңдағанда келмей қалады екенсіз. Тұр ұрып жатыр, бір-бірін ұрып жатыр. Кішкентай Украина енді көбісі айтады ғой, ойбай Ресей деген енді НАТОның елдерінің барлығымен енді қалай айтсам екен, соғысып жатыр. Ойбай Ресей бүкіл әлемнің жартысымен соғысып жатыр дейді. Ресей Украинамен соғысып жатыр. Украинаға Еуропа көмектесіп жатыр, қаржылай. Болды сол. Украинамен соғысып жатыр. Ресейге де көмектесіп жатыр. Ресей өзі соғысып жатқан жоқ. Ресейге солтүстік Корея әскер жіберіп көмектесіп жатыр. Зеленский кешем алдыңын айтты. Біздің ақпаратымызда оларда енді барлау ақпараттары бар ғой. Сол жерде айтады, жақын арада солтүстік Кореядан зымырандар және 30.000 әскер Украинаға қарсы шабайын деп тұр. Сондықтан ойбай Ресей бір өзі пәленшелігі соғысып жатыр деген әңгіме айтпау керек. Ресей бір өзі емес, Ресей солтүстік Корея көмектесіп жатыр мысалға. Ресейдің ішінде қанша халық бар. Біз білмейтін елдерде көмектесіп жатқан болуы мүмкін. Ал Америка, Еуропа ашықтан ашық көмектесіп жатыр. Ал әңгіме сол. Жақсы, байланыстамыз.